Досым, білесің бе? Біздің қоғамда мысықтан көрі иттердің пайдасы көбірек дейді. Оны қайдан шығардың? Кеше интернеттен бір ит көзі көрмейтін мүмкіндігі шектеулі кісіні жетектеп жол көрсетіп жүрген видео көрдім. Соны көріп айтқаным ғой. Адам ит емес, ит адамды жетектеп жүр дейсің ғой. Бірақ мен сенің мүмкіндігі шектеулі деген сөзіңе келіспеймін. Себебі... Коко, болып жатқан жағдайды экранға шығар. Рахмет саған бауырым. Ай, олай болмайды ғой. Әмиянымды қайтар. Мынауын көмектескелі жатыр ма десем, ана кісінің түгін қалдырмай сыпыра жөнелді ғой. Сақшы, Робо, ұрының соңына түсейік. Коко, камералардан қара, ана бала ұзаққа кете қоймады. Еш жерің ауырмады ма? Уайымдама. Біз ұрыны ұстап, Амияныңды өзіңе кері қайтарамыз. Мен де сендермен барайын. Мен қаланы жақсы білем. Алдынан шығып, ұстап аламыз. Сіз осы жерде күтіңіз. Сіздей адамға бұл өте қауіпті болады. Мәселені өзіміз реттейміз. Жоғарыдан бақыла. Коко, айналадағы камераларға кіріп, баланың қай жерде тығылғанын анықта. Кірісіп жатырмын. Сақшы, ал сен оны есінен іздеп тауып көр. Бұла да кетті. Мен оны таптым, азыр ұстаймын. Кешіріңіздер шағалар, үлкен қателік жасадым. Мен тек ұнаған ойыншықты ата-анама салмақ салмай, өзім сатып алғым келді. Мен барлығын қайтарам. Тек анама айтпаңыздаршы. Есімің кім болады, інім? Алмас. Алмас, біреудің затын ұрлау қылмыс болады. Ұрлықтың түбі қорлық екенін түсін. Ата-анаға ең үлкен салмақ баласының ұрлық жасап қорлыққа қалғаны. Жақсы аға, мен барлығын түсіндім. Енді олай жасамайым. Сөз берем. Ойыншық дедің бе? Жүр менімен. Ойыңдағы ойыншығыңды жасап көрейік. Міне, армандаған көліктен айнытпай жасауға тырыстым. Қалай шықты? Ұнады ма? Рахмет, сізден қатты ұялып тұрмын. Кешіріңізші аға. Бәрекелді, өзіңіз шебер екенсіз ғой. Сіз де мені кешіріңізші. Сіздерді артымнан қуалатып, әбден әбігерге салдым. Алмас, жасаған қателігіңді қашанда түзеуге мүмкіндік бар. Әрбір жаманшылығыңның артынан жақсылық жасасаң, бұл жақсылығың жамандығыңа кешірім болады. Бұл қателігімді түзеу үшін қандай жақсылық жасасам болады екен? Жігерге шеберханасына көмекке келіп тұрсаң қайтеді. Әрі жігерге көмектесесің, әрі қол өнер үйренесің. Яға, бұл ойыңыз жақсы екен. Айтпақшы, сақшы, бағанағы әңгімемізге қайта оралсақ. Не әңгіме ол? Мүмкіндігі шектеулі деген сөзіңе қатысты. Мен мұныңмен келіспеймін. Жігерге қараш, көбіміздің қолымыздан келмейтін кәсіппен айналысып, өзі ғана қуанбай, өзгелерді де қуантып жүр. Мүмкіндігі кей адамдардан артық болмаса, кем емес. Дұрыс айтасың, Коко. Біздің қоғамда ондай зағип жандар емес, рухани зағип жандар құртады. Ендеше, ізгіліктен тайынбайық, себебі әлемді ізгілік ізгілік құтқарады.